Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті менің видео көрермендерім, құрметті оқушылар. Сіздердің назарларыңызға кезекті дүниежүзі тарих пәні бойынша жаңа заман кезеңінен сабақтар сериясын жалғастырамыз. Бүгін бізде 5-ші сабақ, ол 5-ші тақырып шығыс елдеріндегі еуропалықтардың отаршылдық саясаты деген ауқымды тақырыптардың бірі. Бұл негізгі тақырып, сонымен мына өткен 4-ші тақырыптың ішіндегі мына Үндістанда отарлау деген тақырыппен өте тығыз байланысты. Неге десеңіз, сонымен ең алғашқы Ост-Үнді деген компаниялардың құрылымы бұл өткен сабақта айтылып кеткен болатын. Ост-Үнді компаниялары әдетте француз, ағылшын және голландық екендігін біздер өткен сабақта айтқан болатынбыз. Сонымен еуропалықтардың шығыс елдерін отарлау үрдісі жалпы бізде ол 3 үлкен кезеңге бөліп қарастырады. 3 кезеңнен тұрады. Сонымен кеттік. Біріншісі ол сауда отаршылдығы деп аталады. Атайып тұрғандай, бұл кезде еуропалықтар шығыстық тауарларды отаршылдық жолмен Еуропаға тасымалдаумен айналысқан. Яғни шығыстан өте арзан бағаға сатып алады, оны үлкен бағаға еуропалықтарға апарып сатады. Ол бізде 16 ғасырдың аяғынан басталып 18 ғасырдың ортасына дейін жалғасқан. Келесі бізде ол екінші кезең, отаршылдықтың екінші кезеңі өндірістік капитал дәуірінің отаршылдығы деп аталады. Еуропада басталған сонымен өнеркәсіп төңкерісі, сауда буржуазиясы дамыды, капитал елдің ішіне сыймады, сыртқа шықты. Осылайша сөйтіп 18 ғасырдың екінші жартысынан 19 ғасырдың соңғы ширегіне дейін, яғни 75-100 жылдар аралығы деп есептеледі, Англия, Франция шығыс елдерін отарлап бастайды. Бұл елдер сонымен дамуда өзге еуропалық елдерге қарағанда алда болды. Осылайша ең алғашқы отарлаушы елдер осылар болған болатын. Енді келесі бізде үшінші кезең ол империализм дәуірінің отаршылығы. Империум деген сөз сөзбе-сөз билік деп аударылады негізінен. Империализм дәуірі, сонымен жалпы империализм деген сөзге Карл Маркстың өзі мысалы сол анықтама береді. Капитал деген еңбегінде ол империализм деген капиталдың ең жоғары шырқау шыңы деп есептеледі. Мысалы, мемлекеттің территориясында буржуазия өте қатты дамыды. Мысалы, буржуазия үлкен байлыққа ие болды. Тағы да сол қайталап айтамыз, бұл капитал деген елдің ішіне сыймайды, яғни бүкіл елдің ішіне сатып алуға болатын нәрсенің барлығын сіз сатып алдыңыз. Енді сіздің капиталыңыз сыртқа шығады, сыртқа шыққан күннің өзінде сіз үлкен байлыққа мысалы кенелесіз. Сөйтіп сіз бір саланы қадағалауға алғыңыз келеді. Мысалы, мұнай өндіруі, сіз өзге елдердегі бүкіл мұнай өндірілетін, мысалы, мұнай өндіретін орындардың барлығын өзіңіздің қол астыңызға сатып аласыз. Мысалы, скважина деп айтамыз ғой, мысалы, соратын құрылғыларды. Осылайша сіз деген тұтас бір салада монополияға айналасыз, ал сіз секілді монополиялар ол көп болуы мүмкін. Сөйтіп, сіз мүддеңіз тоғысады басқа капиталистпен. Осылайша бірнеше капиталистік елдердің және сол елдердің ішіндегі капиталистердің мүддесінің бір-біріне қарама-қайшы келуі, өздерінің толық үстемдігін сол салада орнатуға тырысуы, бұл империализм деп аталады. Сонымен империализм бір ауыз сөзбен айтқанда, бұл капитализм жоғары шырқау шыңы деп есептеледі. Империализм жағдайында міндетті түрде соғыс болады. Себебі неге десеңіз, елдер ықпал етіп аймағын өзара бөліседі. Түптің түбінде олар кімнің күшті екендігін анықтап, тек қана бір ғана адам немесе бір ғана мемлекет қалуы тиіс. Сонымен үшінші кезең ол империализм дәуірінің отаршылдығы немесе монополистік капитал дәуірінің отаршылдығы. Осы жерде монополия деген сөзге де анықтама береміз. Сонымен монополия деген ол жаңа айтып кеттім. Мысалы, Англияның мысалы қалай? Шұға өндіру саласында бір-ақ қана компания монополист болуы мүмкін. Яғни сол саланы тек қана бір-ақ қана компания қадағалайды. Ол басқа нарыққа сол тауарды шұғаны өндіретін компанияны сырттан кіргізбейді. Өзі ғана сол өнімді шығарады, өзі сатады, өзі өңдейді, өзі бағасын қояды, тасымалдауын өзі реттейді. Сөйтіп тұтас сол салаға монополия. Бұл енді 19 ғасырдың соңынан басталады, әлі күнге дейін жалғасып жатыр деп есептеледі. Сонымен еуропалық капитал шығыс елдерін өзара бөлісе бастады. Бұны енді күтуге болатын еді, тағы да қайталап айтамын. Сонымен империализм ол капитализмнің жоғары шырқау шыңы болып есептеледі. Ол кезде дүниежүзілік соғысты күте беруге болады деп айтылады негізінен. Сонымен 17-18 ғасырларда Азия, Африка елдері феодалдық қоғамның терең дағдарысына ұшырады. Оларда білесіздер, еуропалық елдермен салыстырған кезде олар ұзақ уақыт бойы феодалдық құрылыста өмір сүрген болатын. Дағдарысқа ұшырай бастады бұлар осы кездерде және еуропалық елдердің отаршылық әрекеттеріне тап болды. Ары қарай еуропалықтардың басқыншылық әрекеті бұл негізі ұлы географиялық ашулардан басталады. Яғни бір пайдалы нәрсенің, жаңалықтың үлкен бір пайдасы жағы бар екендігін осыдан көреміз. Сөйтіп ұлы географиялық ашулардан басталады. Испандықтар мен алғашқы португалдар
Бұл бізде негізі ұлттық бірыңғай тестілеудің сұрағы да болып келіп жүр. Ең алғашқы әлемді отарлаушы мемлекеттер бізде олар испандықтар мен португалдық. Сөйтіп испандықтар мен португалдықтардың 15 ғасырдың соңынан бастап 16 ғасырда Африкадағы, Америкадағы, Азиядағы халықтарды отарлау нысанына айналдырған кезден бастау алады. Сонымен бұл отаршылдықтың түп төркіні шындығында неден басталады екен? Испандықтар мен португалдықтардың ұлы географиялық ашулардан кейінгі көптеген табиғи ресурстарға бай оңтүстік Американың, солтүстік Американың кейбір халықтарын және Африка, Азияның халықтарын отарлаудан келіп шығатынын көреміз. Сөйтіп 2 ғасыр бойына деп береді. Алдымен португалдықтар мен испандықтар жоғарыда айтып кеткен, кейін голландықтар, ағылшындар, француздар, олардың барлығы сонымен шығысқа, яғни Африкаға, Үндістанға, Азияның оңтүстік шығысына теңізден жол сала отырып, яғни мұхиттар арқылы жүзе отырып, Үнді мұхиты арқылы жүзе отырып, олар Аустралияны ашты. Аустралияның ашылған жылы ол 1600 жыл деп береді бізде оқулықтарда. Осы уақыттарда орыс саяхатшылары Сібірді игеріп, яғни қиыр шығысты игеріп, Тынық мұхиты жағалауларына шығады. Ал кейбір азиялық Қытай, Жапония, Корея, Вьетнам секілді елдер еуропалық отаршылдардан қорғанып, олар өздерінің ішіндеріндегі феодалдық тәртіпті сақтап қалуға тырысып, яғни елдерінің тәуелсіз саясатын жүргізу мақсатында олар өздерінің жабық есік саясатын ұстануға мәжбүр болады. Сонымен біздерде жабық есік саясатын ұстанған елдерде егер ұлттық бірыңғай тестілеуде сұрақ келетін болса, біздер онда Қытай, Жапония, Корея, Вьетнам деп жауап беретін боламыз. Сонымен осы уақыттарда үлкен тағы бір ақ адамның синдромы дейді, немесе Еуропа басқа халықтарға үлгі болады, Азия халықтары, Африка халықтары бұлар дамуда артта қалған деген секілді түсініктер қалыптасып, оны кейін философиялық түсініктерде оған негіз болған материалистік философияда. Сөйтіп Еуропа басқа халықтарға үлгі болады деген түсінік евроцентристік немесе Еуропаға табыну деген ұғымды қалыптастырады. Яғни Еуропаға табыну немесе евроцентризм өте қатты өршіп кетті деп айтуға болады осы кездерде. Бұл әлі күнге дейін негізі кейбір географиялық терминдер, сонымен қатар кейбір түсініктер әлі күнге дейін осы евроцентристік, яғни тұрғыдан түсіндіріледі әлі күнге дейін. Немесе еуропалықтар өзге халықтарды өздеріне тең көрмейді, немесе олар өздерінің басқа нәсілдерден жоғары тұрмыз деп есептейтіндігі, бұл көп алысқа бармай-ақ мысалдар келтіруге болады. Сонымен еуропалықтар әдетте өздерінің отарларының саяси құрылымына мүлдем араласпаған, демек басқару жүйесіне араласпаған, тек олар сол елді тонаса ғана болды. Ал енді кейбір сонымен жағдайда бір ерекшеліктер болғандығын айтылады. Ол мына жаулап алған елдерде мемлекеттілік мүлде болмаған, бізде 2 мемлекет бар. Оның біреуі үлкен құрлық, біреуі ол Австралия, сосын жаңа әлем деп береді кітапта. Бұл енді біз оның Америка екендігін білеміз. Қысқасы, осы құрлықта өздерінде бұрыннан мемлекеттілік сонымен болған жоқ деп есептеледі ғой. Енді шындығында ол Американың құрлығында, мысалы енді Колумб келгенге дейін май, ацтек, инк деген халықтар өмір сүрді ғой. Бірақ салыстырмалы түрде айтып жатыр да мына жерде. Мемлекеттілік мүлде болмаған, не болмаса дамудың мейлінше төмен деңгейінде тұрған дейді. Ал біз білеміз, үндіс халықтары ол даму деңгейі төмен болды. Олар қола дәуірінде өмір сүріп жатты Колумб келген кезде. Қысқасы, жаңа әлем, Америка немесе Австралия сияқты елдерде ғана еуропалық үлгідегі саяси өзгерістер енгізілді. Оны біз неден көреміз? Мысалы, Америкада ең тұңғыш солтүстік Америкада пайда болған Виргиния немесе Вирджиния 1607 жылғы Англияның отары. Олар сонымен ең бірінші сонымен өздерінің үлгісінде құрылған болатын. Немесе 1608 жылы құрылған Квебек провинциясы Францияның өзінің үлгілерінде құрылды. Олар кәдімгідей бір феодалдық құрылыс сияқты болып басталған жоқ, ол сауда буржуазиясының өкілдері құрған ол жерде ең бірінші. Сонымен еуропалықтар шығыстың аса бағалы тауарларына өте қатты болар қызыққан. Соның ішінде бұлар дәмдеуіштер, яғни специялар деп айтамыз. Шай, кофе, яғни шығыстық маталар өте сапалы. Сосын Қытайдың атақты Мин дәуірінен келе жатқан фарфоры, және сосын сән салтанат заттарының саудасына бақылау орнату арқылы бұлар осы шығыс елдерінің барлығын үлкен қанауға ұшыратады. Қанау деген өткен сабақтардан бері айтып келе жатырмыз, ол біреудің еңбегін тегін пайдалану. Сонымен осыны жүзеге асыру үшін бұл мына сауда компаниялары және кейбір соны еуропалық мемлекеттер олар өздерінің сонымен сауда өкілдіктерін құрады, яғни олар факториялар деп аталады. Мысалы, Ост-Үнді компаниясының факториялары Калькутта, Бомбей, Мадрас деген сияқты қалаларда болды деген мысалдар келтіруге болады да осы жерде. Яғни сонымен біздер осы жерде кітаптың соңғы бөлігіндегі бөлікке өтіп, фактория деген сөзге, яғни бізде кітаптың соңында глоссарий бар, және хронологиялық кесте бар ғой. Соның ішінен фактория деген сөзді іздеп тапсақ, бізде осындай анықтама беріледі. Фактория бұл көпестердің отарларда ұйымдастырған сауда кеңсесі,
және қонысы деп берген. Оның жерде кеңсесі және қонысы. Ары қарай кете береміз. Сонымен 18 ғасырдың басында Батыс Еуропа елдерінің ішінде сауда және отаршылдық саясат жүргізуде ең алғашқы орындарда болған бұл Голландия мемлекеті, немесе қазіргі Нидерланд. Сонымен 17 ғасырдың басы деген датаға мына жерде мұқият назар аударамыз. Алғашқы орынды иеленеді. Сонымен оны біздер алдыңғы сабақтарда айтқан болатынбыз да. Сонымен Голландия бұл деген навигациялық акт деген ағылшындардың тарапынан жасалған құжатты қабылдағанша бұлар 17 ғасырдың ортасына дейін теңізде үстемдік еткен. Сөйтіп Голландияның отарлық иеліктерін келтіреді бізде кітапта, жаңа заман кітабында 5-ші тақырыпта. Ол оңтүстік және солтүстік Америкада. Оңтүстік Америкада оның негізгі отары бізде базада келетін ол Суринам деген жер. Солтүстік Америкада бұрынғы негізгі голландықтардың отарлары, бұлар мына қазіргі Нью-Йорк қаласы болған. Оны кейін енді ағылшындар тартып алды ғой. Оңтүстік және солтүстік Америка құрлығында болған, және Индонезияда болған, қазіргі Суматра, Ява деген аралдар, және Үндістанның оңтүстігіндегі Цейлон деген аралда болғандығы айтылатын еді. Енді оқушылар біздер бұл тақырыпты сонымен нөмір 5-ші параграфты ауқымды болғаннан кейін 2 бөлікке бөліп қарастыратын боламыз. Келесі сабақтарда осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.